Сәлем достар. Сонымен біз уже Алланың қалауымен Insta Money курсының 4-ші блогына келдік. 4-ші блогта біз Алла қаласа негізі Инстаграмға особо қатты негізі маңызы жоқ, бірақ жалпы кез келген сатылымда, кез келген сатуда, енді Инстаграм бізге сату үшін, жалпы Инстаграмда ақша табу үшін болатын болса, ақша табудың жолы ол сауда, Ал сауда болғаннан кейін сіз по-любому либо өнім, тауар, немесе қызмет, білмеймін, әйтеуір сатасыз бірдеңке. Сол сататын дүниені қалай дұрыс сату керек? Сату үшін трафикті қайдан және конвертерлерді қайдан и в целом жалпы продуктовая матрица деген бар. Яғни трафик деген не, конвертер деген не, продуктовая матрица деген не? Сол туралы айтатын боламыз. Бұл өте маңызды. Мыжып, созып, ұзақ ештеңке болмайды. Примерно бір 2-3 минуттың көлеміндегі сабақтар, бірақ егер осыны дұрыс қолдана алсаңыздар, онда өте жақсы сатылым жасауға болады. Яғни сіз табысыңызды еселеп арттыра аласыз. Бізде Қазақстанда дәл осы продуктовый матрицаны дұрыс қолданбайды. Трафикті дұрыс не екенін білмейді, конвертер не екенін білмейді. Сондықтан мен сіздерге осы тақырыпта біраз нәрсе түсіндіретін боламын. Енді қараңыздар. Трафик дегеніміз не? Трафик дегеніміз әлеуетті клиенттеріңіз шоғырланған жер. Яғни, мысалы қараңызшы, Инстаграмда отыратын адамдар, олар трафик, Ютубтағы отыратын адамдар, ол трафик. Даже сауда үйінің ішіндегі жүретін адам көп болса, значит, трафик жақсы, яғни шоғырланған адамдар саны көп, трафик өте көп деген сөз. Ал егер аз болатын болса, значит, оның трафик аз. Инстаграмда ең көп адамдар шоғырланған жер болғандықтан, яғни сіздің әлеуетті клиенттеріңіз өте көп ол жерде. Яғни трафик өте көп. Түсінікті, трафик деген не екен? Мысалы қараңыз, яғни Инстаграмда жалпы 1,5 миллион адам отырған, бұл 2019 жылдың басында, қазір олар жерде одан әлде қайда көп, еще олар жыл сайын өсіп келе жатыр. Яғни Инстаграмда трафик өте көптігін айтады. Міне қараңыз, одан кейін нәрсе бар, трафик Инстаграм өзі бір трафик болатын болса, яғни ол жерден трафикті біз өзімізге тартамыз не арқылы? Таргет арқылы, тағы бірдеңке. Ал Инстаграм трафигінің ішінде тағы да трафик көзі бар. Ол яғни пабликтар немесе блогерлар. Яғни блогердің өзінің аудиториясы бар. Ол жерде, допустим, Камила Адилханның парақшасында 1,1 миллион адам шоғырланған. Значит, оның трафигі да өте жақсы деген сөз. Яғни ол жерде өте көп адамдар отырады. Куда Алматы парақшасында 303 мың адам тіркелген. Яғни бұл жерде трафик саны 303 мың. И бұл жерде целевой, яғни, то есть Алматының адамдар көбінесе жиналған, немесе туристар. Бұл жерде уже трафик, именно алматылық трафик есептеледі. Сондықтан трафик Инстаграм болатын болса, Инстаграмның ішінде трафик көздері әртүрлі болады. Конвертер. Енді қараңыз, трафик деген екенін түсіндіңіз, енді конвертер деген ұғым бар. Конвертер деген не? Бұл трафик бәлки сатып алушыға немесе лидке айналатын жер. Яғни заявка тастайтын немесе байланыс құралдарын қалдыратын жер. Мысалы, конвертер, ол сайт болуы мүмкін, лендинг пейдж, яғни бір беттік сайт, немесе Инстаграм парақшаңыз өзіңіздің, ол да конвертер, яғни ол жерге сіздің парақшаңызды сырттан, яғни блогердің трафик көзі, немесе Инстаграмның таргеттен адамдар көріп сіздің парақшаңызға кіреді, парақшаңызды оқу, зерттеу арқылы ол сізден бірге сатып алады, немесе сатып алу үшін байланыс нөмірлерін қалдырады деген сияқты, там дайректқа жазады. Яғни бұл Инстаграм парақшаңыз сіздің жаңағы конвертер, трафикті конвертировать етіп клиентқа аударатын жер. Сайтта тура солай. Немесе мультисилкалар, мессенджерлар, яғни мен мысалға мұнда біреуін қойып қойдым, ол бізде бұл таплинг, бұл сияқтылар көп, хипалинг бар, жалпы мессенджерлар осын жасауға болады, мультисилкасы бар бұл жерде, яғни бұның ішінде де сіз мысалға таргет арқылы осы жаққа трафик жіберсеңіз болады. Трафик жіберсеңіз, бұл жерден сіздің жаңағындай, бұл мини сайт сияқты, бұл жерден сіздің жарнамаңызды көреді, баннерларыңызды көреді, сөйтіп сіздің жаңағы өнімдеріңізді сатып алу мүмкін. В целом, негізі сайттан қарағанда қазір мультисилкалар өте жақсы жұмыс жасайды. Түсінікті ғой, мультисилкалар деген не екені, яғни конвертер мультисилкалар болуы мүмкін, не болуы мүмкін? Инстаграм парақшаңыз болуы мүмкін, немесе сайт болуы мүмкін.
Жалпы конвертер трафик егер түсінікті болатын болса, енді келесі кішкене более тереңдеу сабақ өнім матрицаларына көшеміз.